бірінші тәкаппарлықты жеңетін нәрсе, оп оңай нәрсе екен да, сәлем. Просто сәлем бер. Адам таңдамай сәлем берсең, тәкаппарлығын сындыра бересің. Қараңызшы, біз сәлем бергенде бүйтіп қарап, так, стоит маған беруге, не стоит? Бұлақсыда не бар? Саған да қоясың. Алейкум деп айтамыз. Саған деп қоямыз ғой. Рас қой? Рас. Сол үшін дейді, пайғамбарымыз ашфу сәлем деген сол, сәлемді ашық айт дейді, және бірінші бер дейді. Мына тәкаппарлығыңды сындырғың келсе, пайғамбарымыз кішкентай балаларға барып, бірінші сәлем берген бәріңіз білесіздер. Не үшін? Анан өзім төм. 60-тағы адам 6 жасар балаға сәлем берсе қалай болады? Осы насихатты сізбен бізге ата бабамыз үйретіп, алыстан 6 жасар бала келсе 60-тағы шал орын береді деген содан шыққан. Кішкентай бала болса, кім болса да, сен бірінші сәлем беруің керек екен. Бергенде екі қолмен беру керек екенсің. Сонда кішкене төмен түсесің да. Төмен түсесің. Ол бір.